Бұл аптада Қазақстанда тағы да халықтың емес, биліктің мүддесі бірінші орынға шыққандай әсер қалдырды. Елде баға күн сайын өсіп жатыр. Азық-түлік, жанармай, коммуналдық қызмет, барлығы қымбаттады. Бірақ билік бұл жағдайды тұрақты деп көрсеткісі келеді. Халықтың нақты табысы өсіп жатыр ма? Жоқ. Ал ресми статистика бәрі жақсы деп көрсетеді. Экономика туралы әдемі есептер көп. Бірақ қарапайым халықтың қалтасы босап барады. Шағын бизнес қысым көріп жатыр. Салық көбейді, талап күшейді. Ал ірі компанияларға келгенде, бәрі бұрынғыдай жеңіл. Саясатта да өзгеріс байқалмайды. Ашық пікір айтқандар әлі де қысым көреді. Әлеуметтік желідегі жазбалар үшін жауапқа тарту көбейді. Бұл сөз бостандығы бар елдің белгісі ме? Жастар арасында жұмыссыздық мәселесі әлі шешілмеді. Диплом бар, бірақ жұмыс жоқ. Бар болса, жалақысы жеткіліксіз. Осыдан кейін жастар не істейді? Әрине, шетелге кетуді ойлайды. Ауылдағы жағдай тіпті ауыр. Инфрақұрылым әлсіз, интернет сапасы төмен, медицина жетіспейді. Бірақ есептерде бәрі даму үстінде. Ал жемқорлық ше? Жоғары деңгейдегі істер туралы шу шығады, бірақ нақты нәтиже аз. Халықтың сенімі күннен күнге төмендеп барады. Билік халықты тыңдай ма? Әлде тек есеп үшін ғана жұмыс істей ме? Бұл бүгінгі Қазақстанның шынайы көрінісі. Қазақстанда бәрі жақсы дейді. Бірақ бір сұрақ. Кім үшін жақсы? Халық үшін бе? Жоқ. Шенеуніктер үшін, иә. Бағалар өсіп жатыр, күн сайын. Дүкенге кірсең, баға өзгерген. Жанармай қымбат. Коммуналдық қызмет қымбат. Ал жалақы? Сол баяғы орнында. Билік не дейді? Экономика өсіп жатыр. Қай экономика? Халықтың қалтасы жұқарып жатқанда ол қандай өсім? Шындықты айтқан адам проблема. Сұрақ қойған адам қауіпті. Әлеуметтік желіде пікір жазсаң, жауапқа тартады. Бұл еркін ел ме? Әде бақылаудағы қоғам ба? Жастар диплом алып шығады. Бірақ жұмыс жоқ. Бар болса, 150-ден 200 мыңға дейін теңге. Осы ақшаға қалай өмір сүру керек? Пәтер, тамақ, киім, бала. Мүмкін емес. Сондықтан жастар кетіп жатыр. Қазақстаннан. Үнсіз. Біртіндеп. Бұл дабыл. Ауыл ше? Ауыл ұмытылған. Жол жоқ, интернет әлсіз, аурухана жетіспейді. Ал есепте не жазылған? Барлығы дамып жатыр. Жемқорлық туралы айтпай-ақ қояйық. Барлығы біледі. Бірақ ешкім нақты жауап бермейді. Неге? Себебі жүйе өзгермеген. Тек атауы өзгерген. Бүгінгі Қазақстан сыртынан жылтыр, ішінен бос мемлекетке айналып бара жатыр ма? Ең қорқыныштысы, халық үйреніп бара жатыр. Үндемеуге, көнуге, шыдауға. Бірақ бір күні шыдам таусылады. Жақсы енді мәтінді. Қазақстанда бәрі тұрақты дейді. Бірақ нақты сандар қарайық. 2024-2025 жылдары инфляция ресми түрде 9-10% шамасында деп көрсетілді. Ал халық сезіп отырғаны одан да көп. Азық-түлік бағасы кей өнімдер бойынша 15-тен 20%-ға дейін өсті. Жалақы өсіп жатыр дейді. Орташа жалақы шамамен 350-ден 400 мың теңгеге дейін. Бірақ медианалық жалақы әлде қайда төмен. Яғни, халықтың көбі бұдан аз алады. Сонда сұрақ, осы ақшаға қалай өмір сүруге болады? Пәтер бағасын қараңыз. Ірі қалаларда бір бөлмелі пәтердің өзі 20-дан 30 миллион теңгеден басталады. Жастар үшін бұл қолжетімді ме? Әрине жоқ. Жұмыс мәселесі де шешілген жоқ. Ресми дерек бойынша жұмыссыздық 4-тен 5-ке дейін пайыз дейді. Бірақ жасырын жұмыссыздық әлде қайда жоғары. Көп адам тұрақсыз, уақытша табыспен күн көріп жүр. Ал енді жемқорлық. Қазақстан Transparency International рейтингінде әлі де төмен орындарда. Бұл нені білдіреді? Жүйе өзгермеген. Саяси еркіндікке келсек. Халықаралық ұйымдар Қазақстанды жартылай еркін елдер қатарына қосады. Сөз бостандығы толық емес. Сонда біз қайда бара жатырмыз? Ауылдағы жағдайды қараңыз.
Мыңдаған ауылда сапалы интернет жоқ, медицина жетіспейді, жастар қалаға кетіп жатыр. Бұл дамудың белгісі ме? Жоқ. Бұл тоқырау. Ал билік ше? Реформа туралы айтады. Жаңа Қазақстан дейді. Бірақ халық бір нәрсені анық көріп отыр. Атау өзгергенімен жиі сол қалпында қалған. Ең қауіптісі, осының бәрі қалыпты жағдайға айналып бара жатыр. Халық үнсіз, билік тыныш. Бірақ бұл тыныштық уақытша. Бізге жылдар бойы бір нәрсе айтылып келеді. Сабыр етіңдер, төзім керек, бәрі жақсы болады. Бірақ қашан? Халық жыл сайын күтіп келеді. Баға өседі, шыдайды. Жалақы жүспейді, шыдайды. Әділет жоқ, тағы да шыдайды. Бірақ шексіз шыдау мүмкін емес. Ең қауіпті нәрсе кедейлік емес. Ең қауіпті нәрсе үнсіздік. Үнсіз халық егилік үшін ең ыңғайлы халық. Сұрақ қоймайтын, талап етпейтін, тек көнетін халық. Бірақ бұл мәңгі жалғаспайды. Тарих көрсеткен, кез келген қоғамда бір сәт келеді, шыдам таусылады. Сол кезде бәрі өзгереді. Сұрақ біреу ғана. Біз сол өзгерісті өзіміз жасаймыз ба? Әлде тағы да күтумен өтеміз бе? Қазақстанның болашағы қағаздағы есепте емес. Ол халықтың қолында. Егер халық оянса, бәрі өзгереді. Егер оянбаса, бәрі сол күйі қалады. Таңдау. Әр қайсымыздың қолымызда. Жүрегіме талай келер ой күшті, бірақ қамтып үлгеремін қай тұсты. Бақытты бол ей бақадыр бауырым, көркейтетін сендерсіңдер айтысты.